Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай Рафаэлло пирогын дайындаймыз. Бұл пирогтың начинкасына қосатын творожный сырдың жасалу жолын осы видеода көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бізге бірінші осындай ыдыспен любой сито керек болады. Осының үстіне 2 қабат марлыны қоямыз. Сосын барып сметана саламыз. Сметана менде 20%. Мен именно нәтиженің сметанасын қолдандым. Барынша құрамы таза сметананы қолданыңыздар. Андай эмульгаторы бар, растительный майлары бар сметананы қолданбаған дұрыс. Осыны енді марлымызды жақсылап былай қысыңқырап байлаймыз да, үстіне бір ауыр зат қоямыз. Енді менде бар тарелкамен жаңа үстіне шыны ыдысты осылай бастырып холодильникке кемінде 6 сағат не болмаса бір түн тұрғаны дұрыс. Менде уақыт аз болғандықтан мен 6 сағат қана ұстадым. Жаңа сметанамыз кәдімгідей қою болған, астынан біраз су бөлініп шыққан. Өлшеп едім, ровно 340 грамм сыр шығады. Осыған кішкене тұз қоссаңыздар, творожный сыр болады. Не болмаса солай қалдырсаңыздар, тұз қоспай онда маскарпоне болады. Әрине майлылығы аздау болады. Енді пирогтың начинкасын дайындаймыз. Бағанағы 250 грамм маскарпонемізге жасап алған творог саламыз. Бір жұмыртқа, қант, сапалы сгущенка, качественный, кәдімгі құрамы жақсы. Содан кейін кокосовый стружка салып, осының барлығын блендермен жақсылап еземіз. Начинкамыз енді біркелкі болмайды, өйткені бұның құрамында кокосовый стружка бар. Сондықтан осындай іртік-іртік болады. Енді қамырын дайындаймыз. Жұмсақ сары майымызға бір жұмыртқа саламыз. Қант ұнтағын салып, жақсылап вилканың көмегімен араластырамыз. Енді осының үстіне ұн мен разрыхительді салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр қолға жабысып тұрса, кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Енді қамырды жаямыз. Форманың диаметрі 26 сантиметр. Енді соның жаңа шеткі бортиктарына да сәйкес келетіндей етіп, примерно 27-28 сантиметр етіп жайып аламыз. Қамырдың шетін барлығын тегістеп әдемелеп келтіреміз. Формамызға сәйкес етіп, содан кейін қамырдың астыңғы бөлігін вилкамен тесіп шығамыз. Дайын болған қамырдың үстіне начинкамызды құйып, алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 35-40 минутта әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Қол жетімді заттардан жасалатын өте тәтті пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Ас болсын.